Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бір жасағаннан шығатын оңай жолмен дайын болатын шоколадты бисквит дайындайтын боламыз. Керек заттардың мөлшерін осы видеоның астындағы описанияға қалдыратын боламын. Ең алдымен біз бисквитімізге қажетті заттарды ыдысымызға салып миксерлейтін боламыз. Бірінші кезекте жұмыртқа мен қанттан бастағанымыз дұрыс. Одан кейін ғана қалған заттардың барлығын кезек салып араластырамыз. Егер сізде ручной миксер болатын болса, онда 7-8 минут көлемінде араластырасыз. Ал егер планетарный миксер болатын болса, онда 5 минут араластырғаныңыз жеткілікті болады. Біздің бисквитіміздегі ең маңызды зат ол авалекс болып табылады. Оны кез келген кондитерлік магазиндерден таба аласыздар. Сонымен қатар оны пищевой вазелин деп те атаймыз. Ал енді жұмыртқалы масса дайын болғанға дейін мен бисквит құятын формаларды дайындап аламын. Осындай домалақ листке диаметрі 20 сантиметрлік, бойы 12 сантиметрлік кольцевой формамды қолданатын боламын. Оның негізі бұл форманың шетіне фольга қағазын айландырып орап шықсаңыздар болады, оны білетін шығарсыздар. Менде ондай қағаз болмады, не болмаса пергамент қағазын қойсаңыздар болады. Менде ол пергамент қағазда болмай қалды, сол үшін мен листтің үстіне қойдым. Міне, менің миксерленген массам дайын болды. Осындай қоюлықта болып шықты. Егер сіздердің массаларыңыз бұдан қою болатын болса, одан қорықпаңыз. Ең бастысы, бұдан сұйық болып қалмауы керек. Сонымен қатар қыздар, бұл бисквитті бірінші рет жасап көруден қорықпаңыз. Себебі бұл өте сенімді рецепт деп айта аламын. Бір жасағаннан шығатын болады. Міне, мен массамды осылай ыдысқа құямын. Және де бұл бисквиттің тағы да бір құпия жері, бұны ыдысқа құйған кезімізде ортасына аз, шетіне көптеп жағуымыз керек. Себебі бұл бисквит пісіп шыққан кезде ортасы тау сияқты үлкен болып қалады. Көріп тұрғандарыңыздай менің массам ыдыстан шығып кетті. Сол үшін сіздер фольга қағазын орауды ұмытпаңыздар. Мен бисквитті 200 градуста 1 сағат пешке салдым. Пісіп шыққан бисквитімізді деревянная шпажкамен тексеріп алып, суығаннан кейін осылайша айналасын пышақпен абайлап алатын боламыз. Міне, суретте көріп тұрғандарыңыздай бисквитіміз сондай әдемі, жұмсақ, мамық болып шығады. Ал енді сіздерге дайын болған бисквитіміздің ортасын кесіп көрсететін боламын. Мен осылайша бисквиттің беткі жағын алып тастаймын. Менде осы беткі жағынан бөлек 3 қабатты бисквит болды. Мен осы бисквитті 3-ке бөлдім. Егер сіздер жұқа етіп кесетін болсаңыздар, тіпті бұл бисквитті 4-ке де бөле аласыздар. Сіздермен бөліскен рецептім ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.